қандай мезгіл? Оны қайдан біліп қойдық? Жапырақтар сарғайып жатыр. Жапырақтар сарғайып жатыр, иә? Бала, қазір даланы қарасаңыздар, айнала сап-сары, алтындай әдемі түске боялған, иә? Бұл күздің келгені белгісі. Біз ең бірінші білеміз, жапырақтардың сарғайып кететінін. Ал енді қараңыздар, жазда жап-жасыл болып жапырақ жайқалып тұрады да, күз келгенде ол жапырақ сарғайып кетеді. Қараңыздар, балалар, мынаның ішінде жасыл жапырағымыз да бар, сары жапырағымыз да бар, иә? Осылай жапырақтардың әртүрлі түске боялып кетуі неден деп ойлайсыздар? Мен сізге жапырақтар неге сарғаятынын білгім келеді. Ендеше кеттік бірге зерттейік. Айналамыздағы ағаштарға қарасақ, оларға көрік беріп тұрған түрлі пішіндегі жапырақтарды байқауға болады. Олар жыл мезгіліне байланысты әртүрлі түске боялады. Күз келгенде ағаштардың жапырақтары сарғайып жерге түседі. Маған бұл қызық болды. Сондықтан мен жазда және күзде жапырақтарды бақыладым. Ағатай, жапырақ неге сарғаяды? Түсіндіріп берші. Қазір. Хлорофилл өсімдікке жасыл түс беретін пигментті зат. Ол күн нұрын өзіне сіңіріп, өсімдікті қоректендіреді. Күн салқындаған кезде өсімдікте хлорофилл азайып, ол сарғая түседі. Көктем мен жазда қанық жасыл түске боялатын жапырақтардың құрамында өсімдік жасушасына тән пигмент хлорофилл бар. Ол жапырақтың тек жасыл түске боялуына көмектеседі. Ал күз келісімен өсімдіктер қысқа дайындығын бастайды. Мен жазда және көктемде жапырақ жасыл болады. Ол кезде жапырақта жасыл түс беретін зат көп. Ал күзде күн суытады, жарық азаяды. Сондықтан жасыл түс азайып кетеді. Жапырақтағы сары және қызыл түстер көріне бастайды. Шаған орта әдеміленеді. Міне күзде ағаштар түрлі түсті жапырақтарымен әдемі болып кетеді. Табиғаттың сұлулығын тамашалайық. Назарларыңызға рахмет.